Қайырлы күн достар. Бүгін осындай керемет, жұмсақ әрі нәзік творогтан пирог жасап көрсететін болам. Видеоны соңға дейін көріңіздер міндетті түрде. Подпискада тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға қопсытқышты қосып, елегіштен өткізіп аламыз. Келесі сары майды қосамыз, тоңаштан алынған қатты майды. Енді жақсылап араластырып, крошкалар жасаймыз. Содан соң бір жұмыртқаға қант саламыз. Аздап үстіне тұз сеуіп, араластырып, осымен енді қамыр илейтін боламыз. Рецепті видеоның астында описаниядан ала аласыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді целлофанға орап, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Творогқа 3 жұмыртқаның ақ уыз бен сары уызын бөліп аламыз. Сары уызын пайдаланамыз. Үстіне қантты себеміз, жақсылап араластырамыз. Содан соң қаймақ саламыз. Менде 15%, 20% болса да болады. Айырмашылығы жоқ. Керісінше дәмдірек болады. Бір ас қасық манная крупа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тестамызды холодильниктен алып, мен тезірек болу үшін кішкене оқтаумен жайып алдым. Сіздер қолмен жазсаңыздар да болады, өз ыңғайларыңызға қарай. Менде 24 сантиметрлік формочка. Соның ішіне салып, жақсылап бірдей қылып, одан соң дайын начинкамызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай болған жақсы, сұйық емес. Бір келкі қылып, осылай тегістеп шығамыз. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста 35-40 минутқа саламыз. Енді ақ уыз бен қантымызды аздап тұз салып, бір қалыпта жақсылап 5-6 минуттай миксермен айналдырып, жақсылап араластыру қажет. Міне осындай ақпай бір қалыпта түспейтіндей болу керек. Енді пирогымызды шығарып, үстіне жаңағы дайын болған белкеміз салып, қатты араластырмаймыз. Бетін осылай жаймен тегістеп, болған соң духовкаға 15-20 минутқа қайтадан салып аламыз. Мінекей дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер міндетті түрде.